Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Құрметті менің PowerPoint бағдарламасымен жаңа дизайн курсының тыңдаушылары, студенттері. Сіздердің назарларыңызға қазіргі заманға сай, яғни PowerPoint бағдарламасымен интро жасаудың бір керемет әдісін ұсынғалы отырмын. Яғни бұл интроны жасау үшін бізге 2016 жылғыдан жоғары PowerPoint нұсқалар керек болды, және де бұған біз осыған дейін қолданып жүрген кейбір функцияларды кіріктіріп жасайтын боламыз. Ең алдымен біз қандай интроны жасаймыз, соны бір жол өтіп алайық. Яғни осындай фон болады бізде. Шылшокты бір рет басқан кезде осындай біздің өзіміздің жазуымыз шығып, мына жерге кез келген жазу жазылса, және де байқағаныңыздай, яғни жазудың арт жағында бір анимация бар. Яғни жазуға ерекше бір назар аударатындай анимацияны өстіп жасап қойса болады. Енді осыны қалай жасаймыз? Ол үшін жаңадан презентация ашамыз, яғни файл, создать, пустая презентация. Яғни бұның макетін ауыстырып жасаймыз. Макетін ауыстыру үшін, яғни оң жағын жерде макет ауыстырсақ болады, міне пустой слайд. Осылай ауыстырамыз. Одан кейін біздің фон арт жағы қара болу керек. Қара ауыстырып тастаймыз фонды. Осылай қара қоямыз. Және де осы фонның үстіне вставкаға барамыз. Фигуры, төрт бұрышын аламыз. Бас жағынан бастап осылай төрт бұрышты сызып аламыз. Толық бетке арналған. Бұл төрт бұрыштың контуры болады. Контур міндетті түрде алып тастаймыз. Одан кейін осы фигураның жаңа формат фигура ашамыз. Барлықтарымыз білеміз. Одан кейін мына жерде формат фигурада біз сплошная заливка емес, градиентная заливка деген таңдаймыз. Градиентная заливкада бізде мына жерде төрт түс бар. Оның біреу бізге керек емес. Осындай үш түс болсын. Бірінші түс бізде жасыл болады. Жасыл түсті қоямыз. Екінші түс бізде көк түс болсын. Үшінші түс бізде қызыл түс болсын. Бұны енді өздеріңіздің жаңа фонды қалай көресіздер, солай үйлестіре бересіздер. Одан кейін мына жерде тип, яғни мына градиенттің типі қандай? Бізге радиальный керек. Одан кейін радиальныйдың направлениесі қалай? Қай жақта мысалы? Бізге осылай, яғни жасылдан қызылға қарай деген сияқты. Осылай жасап аламыз. Енді осы төрт бұрыштың үстіне біз яғни мәтін жазамыз. Мысалы біз мәтін жазайық. Кез келген мәтін жазамыз. Бірінші мәтін осындай болсын. Мына жерде әдемі бір шрифттарды алсаңыздар болады. Мысалы жазудың шрифті қандай болу керек? Мен мысалы Groplet дегенді алайын. Groplet дегенді алам. Одан кейін бұны кішкене үлкейтемін. Бұның екіншісін алайық та, кішірек бір мәтін жазайық. Мысалы информатика ғасыр ғылымы дейік. Кішірейтіп ортаға сәндеп қойып аламыз. Жазуымызды жазып алған соң, яғни бірінші төрт бұрышын белгілейміз. Яғни осы комбинацияны еске сақтап алыңыздар. Бірінші төрт бұрышын белгілейміз. Яғни бір рет басу төрт бұрышын белгілейміз. Одан кейін shift батырмасын басып тұрамыз да бірінші текст белгілейміз, одан кейін екінші текст белгілейміз. Яғни үшеуінде белгілеген кезде осындай бізде төрт бұрышлар пайда болу керек. Одан кейін біздің осы қазір 2016 жылғы PowerPoint-тың нұсқаларында жаңадан пайда болған функциялардың бірі, яғни мына жердегі міне объединить фигуры, яғни бірнеше фигураларды біріктіру әдістері бар. Осы жерде бізге вычитание деген керек болады. Вычитание деген жасап аламыз.
яғни фонның ішінен ар жағынан жазуды алып алады деген сөз. Одан кейін оң жағын басамыз, осы слайдтың дубликатын жасаймыз. Оң жағын басамыз, дублировать слайд. Бірінші слайдқа барамыз. Келесі қадамымыз, яғни масштабын кішірейтіп алған соң, кішкене кішірейтейік. Енді 4 бұрыштың салдық қой градиентпен. Соны біз үлкейтеміз. Яғни үлкейту үшін, толық барлық жағы бірдей үлкею үшін біз жан жағындағы дөңгелектерден, яғни шетіндегі Ctrl батырмасын басып тұрамыз да тартамыз, ұзын өсіп тарта береміз. Яғни мына жерде мысалы сөздің бәрін қара фон бізде қалмасын. Соңға дейін кетейік. Қараның бәрін кетірдік деп ойлайық. Міне осылай жасаймыз. Одан кейін екі слайдты белгілейміз да. Бірінші және екінші слайд. Ол үшін екі слайд бірге бөлу үшін Shift батырмасын басу керек. Одан кейін бізде переходтар бар. Переходыға барамыз. Трансформация. Қазіргі мына жаңа PowerPoint-тарда тағы бір жақсы переходтың бірі трансформация. Осын жасадық. Енді бір көріп аламыз. Слайд-шоуға барамыз. Сначала. Бір рет бассақ, бізде осындай эффект пайда болады. Біз жазуымызды үлкейтіп алып, бірінші слайдтағы жаңағындай бір эффект жасап алдық. Енді келесі бізде жаңағы артындағы анимацияны жасауымыз керек. Ол үшін вставкаға барамыз, фигуры, жаңағы шеңберді аламыз. Жерге шеңберді салып аламыз. Контурын алып тастаймыз. Одан кейін бұған градиент қойық. Градиентіне. Одан кейін бізде градиентте екі түс болсын. Бас жағы біріншісінікі. Мысалы біз мияқта қызыл болса, енді қызылдан жасайық. Қызылға қойық. Бір жағы қара болсын. Одан кейін кішкене орта жағына апарайық. Ана жерде тип орта жағынан келеміз. Яғни яркісті, прозрачность мысалы, мына жерде кішкене ойнасаңыздар болады, былай қарай. Көбейтсеңіздер болады, центр жағынан, орта жағынан қызыл көбейеді. Яркость бізде 100% осылай болу керек. Кішкене көбейтейік. Қызылдың. Көбейтейік. 6% болсын. Енді бұған анимация қоямыз. Фигураны белгілейміз. Анимацияға барамыз. Анимацияның бізде төмен жағында, яғни пути перемещения деген бар. Жоғарысын шығарып аламыз. Осындай алсақ болады. Сосын бұны былай созамыз. Тура мына жазудың үстімен жүретіндей мияққа шығарамыз. Одан кейін бұның копиясын жасаймыз. Көшірмесін жасаймыз. Және көшірмесінің бір басы мына жақта болсын. Ал жаңағы положение мияққа ауыстырамыз. Былай болсын. Ал мынаның түсін мына жерден қызыл болды ғой. Енді бізге жасылға қарай жүрсін. Жасылға ауыстырамыз. Формат фигуры. Формат фигуры. Мына жағында жасыл болсын.
алма жағында қара болсын. Жарайды, осылай болсын. Енді бұның да копиясын жасаймыз. Бұны астына қоямыз. Бұл ғасыр ғылымы деген үстіне жүрсін мысалы. Бұның түсін ауыстырамыз. Түсі бізге яғни көк қалды. Көкке ауыстырамыз. Көк. Ортасынан осылай болсын. Енді бұның бәрі жаңағы облыс анимация үшеуінде белгілейміз мұнда. Мысалы, бірінші анимация, мына жерде екінші, үшінші үшеуін бірақ белгілейміз. Енді бұның кішкене параметрлерін өзгертеміз. Мына жерде параметр эффектқа барамыз. Автопроизведение деген қоямыз мына жерде эффекттің ішінде. Одан кейін времяға барамыз. Время жаңағы 5 секунд очень медленно қоямыз. Одан кейін мына жерде повторение до окончания слайда. Окей дейміз. Одан кейін бұл жерде бәрі бірге жүру керек. Вместе мына жерде үшеуін белгілеп алдық қой. Одан кейін запускать вместе с предыдущим деген қоямыз. Бәрі бірге жүреді. Содан кейін бұл фигураларды біз жауып тастайық. Яғни үш фигураға бізде үшеуінде на задний план жібереміз керек. Енді көрейік тексеріп. Слайд-шоу. Бір рет шлайшот басамыз. Бізде осындай анимация пайда болады. Одан кейін яғни артындағы анимация сөзге назар алады. Бұл жердегі енді мына шеңберді басқаша қылып өздеріңіздің фантазияларыңызбен жазсаңыз болады. Ең бастысы, яғни қалай жұмыс жасау принципі, яғни мынаның мына жағына тағы бір оқ қойсақ болады. Өстіп анимациясын енді бас жағын бұра салу керек. Мынаны алып мына жаққа қарай бұра саламыз. Маған кетсін. Бұның түсін кішкене басқаша салу болады. Форматив. Облыс анимация ашамыз қайтадан. Төртіншісі. Параметр эффект тағы тексере саламыз. Мына жерде тұр. Времеде 5 секунд. Болды. Істейміз слайд-шоу. Енді көрейік. Бір рет басамыз. Біздің жазуымыз осындай анимациямен шығады. Және де яғни бір ошибка кетті. Мына жерде арт жағына жіберу керек. Сначала яғни осындай бір ерекше жаңағы интроларды біз PowerPoint бағдарламасында да осылай жасасақ болады екен. Яғни осымен біздің сабағымыз аяқталды. Осы жаңағы практикалық сабақты қолданып, осындай интро анимацияларды жасап үйреніп алыңыздар. Сау болыңыздар.